Сойыл. Сұрқасқа ит жақындай түсті. Сояудай тістері ақсиған, бір түрлі ызалы. Сарғыш жүндері үрпиіп, езуі қызарып, ырылдап, Жағыпарға қарай атылғалы келеді. Екі көзде шарасынан шығатындай қып-қызыл. Өй, мына ит қайтедей жынданды ма деу мұң екен. Ит секіріп келіп, иесінің оң жамбасынан ала түсті. Ойбай жаным деп, өз даусынан өзі шошып оянған Жағыпар қасында жатқан көмекші жігіттен бір түрлі ыңғайсызданып қалды. Бірақ қалың ұйқыда жатқан бала жігіт Жағыпардың даусы түгіл құлағына мылтық атсаң да естірмес еді. Таң атуға шақ қалған. Сарлықшы енді ұйқысының келмейтінін сезіп, ақырын орнынан тұрды. Сіріңке жағып бестік шамды жақты. Кішкентай қара қостың іші де салқын тартыпты. Бақандай 7-8 жыл бойы баспана боп келе жатқан күркенің әбден тозығы жеткен секілді. Уықтары жіңішкеріп, киіздері әр жерден шұрқ-шұрқ тесілген. Кейде саусақ орындай тесіктерден су тамшылар сорғалайды, кейде қар ұшқындайды. Ал енді сәл-пәл боран соға бастасақ, қостың киіз жамылғысы қарғаның қанатындай қалбалақтай жөнеледі. Міне, қысы-жазы осы. Өткенде Жағыпар ферма меңгерушісіне осы туралы айтып та көрген. Бірақ адамдармен жүре сөйлесіп, көзін аудара тіл қататын безбүйрек меңгеруші, осы сен сұранбасаң жүре алмайсың ба? Кеше ғана алған жоқсың ба жап-жаңа сұр киіздерді? Қалай ғана тоза қалды? Сол киіздердің бәрін үйіңе жинап жатқан жоқсың ба? Киіз мені сатсаң да жоқ. Бір жылға қоян терісі де шыдайды. Биыл ептеп-септеп шығыңдар, келесі жылы көрерміз деп қолым бірақ сілтеген. Менің киіз алғаныма пәлен жыл болды ғой. Кеше ғана алсам, сұраймын ба? Қос деген аты, күнде далада ұйықтап жүргендей сезінеміз. Бір түрлі суық. Біз енді өзіміздің жекеменшік малымызды емес, колхоз малын бағып жүрген жоқпыз ба деп, бастығының жауабына қарсы уәж айтқан. Мұны түсінетін бастығы жоқ. Бұрылып ап жөніне кеткен. Бұл не сұмдық? Өз жеке басымызды, өз қамымызды ойлауды қашан қоямыз? Біздің мұқтажымызды енді кім өтемек? Осылай жүре береміз бе? Мал екеш малға да жаның ашиды. Жалғанай, өстіп жүріп бір жерде қатып та қалатын шығармыз деп күйінген. Амал нешік? Өз қолында ештеңе жоқ болғасын, іштен тынып жүре бергенің. Жағыпардың ойына осының алдындағы ферма меңгерушісі оралды. Жақсыға жүрім, жаманға өлім жоқ деген осау. Қандай азамат еді. Мұң-мұқтажыңды уақытында ескеріп, қажет дүниеңді өзі әкеліп отырушы еді ғой Жарықтық. Осындай әділ адамдардың ғұмыры қысқа болатындығы неліктен екен? Шешем айтушы еді. Құдайға да жақсы керек деп, тегі рас шығар. Талай жыл істес болғанда бір рет иш шай десіп көрмеп едік. Топырағың торқа болғыр азамат-ай деп, ол кісіні жиі еске алады. Ал қазіргісінен көңілі қатты қалып жүр. Бірдеңе айтсақ болды, жұмысыңнан шығарам, сенен басқа бақташ көп деп ақырады. Жағыпар оның осынысынан тайсақтайды, осынысынан жиркенеді. Туғаннан тышқан мұрнын қанатып көрмеген момын мінезін кейбіреулер өздерінше түсінеді. Әсіресе бұл мінезін бала жастан бірге ойнап, бірге күлген ферманың мал дәрігері Жарас өзінің бас пайдасына қатты қолданатын. Екеуі бір өссе де Жағыпар жетімдіктің азабын қатты шекті. Әкесінен 10 жаста айырылған жас бала қабырғасы қатпай еңбекке араласты. Өзінен кейінгі екі іні, бір қарындасын, ауру анасын тапқан таянғанмен асырап жүрді. Орта мектепті бітіруге мүмкіндігі болмай, шешесі 8 класты бітірісімен-ақ жамағайын бақташқа көмекші етіп жіберген. Міне содан бері мал соңында жүр. Үйленбеген соң 3 жылдан кейін жанашыр анасы дүние салды. Іні қарындастарын өсіріп, адам қатарына қосты. Ол кейде отырып, Жарастың тірлігін еске алады. Оның тағдыры керісінше қалыптасты. Ауылдағы белді бір бастықтың баласы не ішіп, не кием деп ойламайды. Сабақты нашар үлгерсе де, 4-тік пен 5-тікке ие болып жүрді. Бұл тау-таста сарлықтың соңынан жүргенде, ол тәтті құттыны жеп, мамық төсекте ұйықтап жатты. Ол 10 жылдықты бітіріп, 4 жыл қатарынан институттан құлап қалды. Ал облыс орталығындағы техникумға түскенде жұрт, әкесі төре емес пе, өзі апарып орналастырды ғой деп шулады. Жел соқпаса шөп басы қимылдай ма? Бұл лақаптың да жаны болуы керек. Бірақ Жағыпар бұл сөзге көп назар аудармады. Түссе түскен шығар. Бала жастан бергі құлынтайдай тебісіп ойнаған досым ғой, оқысын деп іштей қуанғанда. Жағыпар апыл-ғұпыл киінді де тысқа шықты.
Күзгі ызғырық самал бетті қарып өтті, бірақ талай жылдар бойы ғұмыры тау мен таста өткен оның денесі дала салқынына берілген жоқ. Тіпті көкірегін кере дем алып серги түсті. Ол Алтайдың ауа райын, осы өлкенің жай-күйін күні бұрын анықтап біліп отырушы еді. Құды бір барометр дерсің. Оның бұл қасиеті ондаған жылдар ішіне бойына ұялады. Туған жердің қатал табиғатынан ол көп нәрсе үйренуге мәжбүр болды. Кей кездері өмірден сүзіп алған осындай тәжірибелері көбіне көп жәрдем беріп, Жағыпарды әлденеше рет апаттан да сақтаған. Жағыпар өзінің көк дөненіне жақындады. Қараңғыда иесін жақсы танымады ма, бұған осқырына қарады. Жақындап келгесін ғана сенбісің дегенде сабасына түсіп, басын қайтадан жерге салды. Ызғарлы желдің екпіні қатая түсті. Жеңіл киінген бақташы жылдамдатып, жайдақ атқа қонды да бір атты жетектеп қосқа қарай бет алды. Мақсаты атын ерттеп, шайын ішіп, сарлықтарын шолып қайту. Қостары шағыл тастың жел тимейтін нығына орналасса да, ызғардың аты ызғар. Киіз тамның іші сап салқын екен. Көмекшісі әлі оянған жоқ. Ұйқыны соғып жатыр. Жаңа кеткенде оятып кетпеген екем. От жағып қоятын деп күбірледі де от жағуға кірісті. Болып жатқан тірліктің сылдырынан көмекшісі де оянды. Бұл 20-ға ғана жаңа келген тәжірибесі де шамалы бала жігіт. Жағыпар өз қамқорлығына алып талай жылдар бойы көрген-білген, өмірден түйген тәлімін үйретіп жүр. Әй бала, тұрмаймыз ба? Мен аттарды алып келдім. Табынды байқап келейік. Асанның да келіп қалатын күні болды. Мен де демалысқа дайындалуым керек. Сарлықтарды түгендемесек болмайды. Ауа райы да түйіліп тұр. Боран соғып кетсе жағдайымыз қиындап кетер деп көмекшісіне ескертті. Ту, суығын-ай, қош жылғасын тұрайын шаға. Соны күтіп жатасың ба? Тұрып атыңды ертте. Жылдамдату керек деп Жағыпар да қояр емес. Сен түбінде бір дыбыс естіген жоқсың ба? Ол қандай дыбыс? Менің құлағым бір нәрсені шалған сияқты болды. Ұйқылы ояу жатып бұған назар аудармаппын. Жаңа ғана ойыма түсіп отырғаны. Ит құстың ұлғанына ұқсаған бір дыбыс. Ит құс дейді болса ше, сарлық қанша ит құс келсе де алдыра қоймас. Кім біледі, қайраты мол ғой бірақ деп Жағыпар сөзінің соңын жұтып қойды. Сосын бір шама уақыттан кейін сөзін қайтадан жалғады. Биыл сол бәлен қатты дейді ғой. Жақында көрші колхоздың бір жылқышысын кездестірдім. Бір бие бір құлынын жеп кетіпті. Әлгі өгізге келген бұзауға да келеді демекші. Бізді де қан қақсатуы мүмкін ғой. Қолымызда оған алып ұшар мылтығымыз түгіл сойылымызда жоқ. Колхоз мылтық түгіл тіпті қосқа жаңа киіз беруден де қалды ғой. Жәке, осы сіз жоқтан өзгені қалай ойлай береді екенсіз? Колхоз басқармасының сырын жаңа біліп жүргендей сөйлестегі. Осыны айтсаң өз қадірің кетеді. Қайтеміз қайта-қайта бір нәрсені сөз қылып, деп көмекші жігіт орнынан тұрды. Жылы төсекте жатқасын білінбейді екен. Қос іші мұздай аңырап тұр. Ойпырмай, 20 жылдай осындай қиыншылыққа төзіп келген Жәке сіздің жаныңыз берік екен деп жігіт от жағып отырған Жағыпарға сынай қарады. Енді не істеймін? 3 баламды, әйелімді асырауым керек қой. Жетімшіліктің зардабынан оқида алмай қалдым. Небір қалқан құлақтар отыр ғой стол басында. Оң жақ қолын қайсы десең сол қолын көрсететін. Шіркін, не істесең де маңдай термен табылған шынайы табысқа не жетсін. Енді бізге оқу қайда? Қарайып артта қалмай, ағар балға түспей жүре берейік тағы. Тағысын тағыларын көре жатармыз. От маздап жанып, қос ішіне жылылық ұялады. Екеуінің тоңазған денелері жіпсіп, көңілдері де көтеріле түсті. Bir шама уақыттан соң темір пеш үстіндегі қара күйе басқан көк шәйнектің қақпағы да мен болдым дегендей дірілдей бастады. Жағыпар кешеден қалған табадағы қуырдақты да жалын өтіне қойды. Тамақты тойып ішіп атқа қонайық. Сарлықтар алыстап кеткен болу керек. Жақыннан қаралар көрінбейді. Осы менің жүрегім бір нәрсе өрекпеп тұр. Неге екенін білмеймін. Бір жамандық сезсе сөйтеді. Өй қойыңызшы Жәке, ақыр заманды орната бермеңізші. Екеуі тамақтарын ішіп, қалың киініп жолға шықты. Теріскейден өкпек жел тұрды. Алыстағы көз жетер шыңдардың бәрінде аққар жауып үлгеріпті. Қарға түскен түлкі іздері сайрап жатыр. Сұрқасқа басын жерге салған бойы жоғарға тартып барады. Анда-санда тұра қалып, келесіңдер ме соңымнан дегендей бұларға жанарын сүзеді. Сосын қайтадан жортады. Мына ит бір нәрсенің иісін сезіп жүр деді. Жағыпар төбетінің тегінен тегін осылай асықпайтынын аңғарып, түлкі шығар, бұл жерде не көп, Алтайы түлкі көп. Солардың иісін сезген болар. Бұлар жарық төбенің үстіне шыққанда Ақсай кезеңінде жайылып жүрген
бір табан малды көздер шалды. Жағыпар дүрбі салды. Біздің табын, кеттік. Екеуі солай қарай бет алды. Сұрқасқа да өз бағытымен келе жортып барады. Мұны байқаған көмекші жігіт, ит соңынан жүрмейміз бе деді. Әй, қойшы соны. Ол кейде бас ауған жағына да жорта береді деді Жағыпар, төбетіне сенімсіздеу көз тастап. Сүт пісірім уақыт өткен сәтте көз ұшында жортып бара жатқан ит сәл аялдады да, сосын құбылаға қарап екі-үш рет үрді. Итінен көз жазбай келе жатқан Жағыпар да атының тізгінін солай қарай бұрған. Бұл не болды екен? Мына төбет тегіннен тегін тоқтап үрген жоқ. Дәуде болса бір нәрсені байқады деп, Жағыпар осының алдындағы сөзіне түзету енгізгендей болды. Екеу аттарының сауырына қамшыларын көсіп алды да, солай қарай зулады. Ит қасында от орнындай қарайған төмпешік жатыр. Құрық бойы алда келе жатқан Жағыпар астындағы көк дөненді алдындағы қарайған нәрседен үркіп кілт тоқтағанда ауып қала жаздап әзер қалды. Ой, мына неме қайтеді? Осыдан кейін екі атты ілгері баспай тұрып алды. Бір нәрсені сезген қос сарлықшы аттарынан түсіп, ит тұрған жерге дейін жаяу жүрді. Сәлден кейін олар сол жетінде жатқан қарақасқа бұқаның өлімтігіне тап болды. Сол баяғы өзіне етені таныс, қуатты сарлық енді бір сәтте Жағыпардың алдынан жайрап жатты. Бір емес бірнеше қасқырмен күш сынасқан болу керек. Өйткені жақын маңайдың бәрі тұяқ ізінен шиыр-шиыр болып қалған. Сарлық та қасқырға алғызады екен-ау, Осы 20 жылдың ішінде Жағыпар мұндай оқиғаны бірінші рет көріп тұр. Шіркін, кәрілік деген осы-ау. Қара тұяғынан хал кетсе, көрінгенге жем болып кете барғаның. Жауған қардан қан ізде білінбейді. Сарлықтан қалған дүние, оның қара қазандай басы, 4 сирағы, мойын ақтарылған жыны. Екеуі біршама уақыт бұларға қарап тұрды. Не істейміз енді? Ішпей жемей бір сарлықтан айырылдық деп, көмекші жігіт дегбірсіздене бастады. Бауырым, сарлық түгіл бастан да айырылып қалатын күн болады. Тайыры береке бірлігімізді осы мал жетелеп кетпейтін шығар. Төле десе төлеп береміз. Әрине қанша дегенмен ыңғайсыз ғой. Көзімнің қарашығындай патшағарды аялап жүредім. Ит құс деген бәлесі қайдан сап ете түскен, Бұл дәуде болса табынан қалып қалған. Әйтпегенде басқалары болса қасқыр түгіл арыстанға далдырмас еді. Енді тұрғанды қоялық. Атымызға өңгеріп алып кетейік. Қосқама, иә, мен сенің атыңа өңгеріп берем, алып жүре бер. Өзім қалғандарын барып шолып келейін деп, Жағыпар жайылып жүрген табынды тағы да жанарымен бір шолып өтті. Кім біледі, тағы да біреуі жайрап жатпаса. Осы сәтте машина гүрілі естілді. Таңғы тыныштықты тілгілеген дауыс уақыт өткен сайын жақындай түскендей болды. Әлі бұрылмаға жетпеген машина сұлбасы тау даласынан көрінер емес. Таң атпай жүрген бұл не? Қабият болатын болды ғой. Ой, оңбағанның мені көрдің бе дегендей жол шетіне құлағанын деп, көмекші жігіт өлі басқа зілдене қарады. Сен абыржыма, бұл да Алланың бұйырғаны шығар. Қайтеміз енді? Өлгенмен бірге өлетін жағдайымыз жоқ. Өздеріне етене таныс колхоздың көне газ 69 машинасы өкіріп-бақырып, осылай қарай тартып келеді. Бұл Шібеті қыстауындағы шопандарға баратын бірден-бір қатынас жолы. Қар қалың жауған кездерде қатынаста үзіліп қалатын жәйттер кездеседі. Мұндай сәттерде колхоз қар күреуге мәжбүр болады. Қазір қар жұқа, жем шөп тиеген машиналар күнде ағылуда. Сарлық жол шетінен 5 қадамдай қашықта ши түбінде жатыр. Шопан аралап жүрген төрелер шығар. Ал енді бұлардың таңнан жолға шығуларына не себеп болды екен деп, Жағыпар ойланып біраз тұрды. Екеуінен дем алған жеңіл машина жақындап келіп, кілт тоқтады. Шофердің жанындағы ферма меңгерушісін Жағыпар анандайдан таныды. Екі беті алмадай қып-қызыл меңгерушісі амандық саулықтың орнына, «Ей, мыналарың не? Маған тартқан тартуларың ба?» деп кекете сөйледі. Сосын өлген сарлықтың қасына келді. «Ойбай-ау, мынау мен білетін қара қасқа сарлық қой, бұларың не? Бұл не сұмдығы, Соңғы кезде ауырып жүруші еді. Жасы да жетті бұл малдың. Емдетейік деп едік, мал дәрігері бұл жаққа ат ізін салмай қойды. Енді міне, айдалада ит құсқа жем болды» деп, Жағыпар меңгерушіге шынын айтты. «Көрсетемін мен саған ауруды. Қарашы бұлардың бәлісінуін. Былтыр мен соғымға сояйын дегенде бермей қойып едің. Көр енді, осы сарлық үшін сені су түбіне жібермесем, атым өшсін. Бастық қайтып құнын 5 есе қып өсіртем. Үндемеген сайын кетіп бара жатыр екенсіңдер.
басайын мен сендердің жындарыңды. Меңгерушінің аузынан арақ иісі мүңкіді. Таң атпай қайдан ішіп жүр деп ойлады Жағыпар. Сосын меңгерушіге мылтық туралы мұқтажын құлақ қағыс етті. Жоқ мылтық, сойыл алыңдар, ер жігіт қасқырды сойылмен соғады. Оны қайдан аламыз? Құдай-ау, қасқыр бізді сойыл жететін жерге дейін жақындата ма? Неге жақындатпайды? Құйындай ұшып жүрген аттарың мынау. Қуып жетіп соғыңдар әкелерін танытып. Ту, сендермен мылжыңдасам деп басым айналып кетті ғой деп, төре 10 қадамдай әріге барып, лақылдатып құстай келіп, кеше арақтың талонын беріп еді, көбірек ішіңкіреп қойғаным. Бас жазатындарың бар ма? Таудың тасынан басқа бұл жерде басеке не болсын? Арақ ішпек түгіл басымызды әрең алып жүрміз деп, Жағыпар бастығына жақтырмай қарады. Не болды соншама? Сендердің орындарыңда болсам, мен өзімді курорттағыдай сезінер едім. Қайтем, қалтамдағы табақтай дипломмен бақташы болайын ба? Елден яттағы. Жұрттың бәрінің қалтасында табақтай диплом түсті ғой, бірақ одан келіп кетер бар ма деп, Жағыпар селсоқ жауап қайтарды. Қосымызды дұрыстаңыздар. Суық түнімен тоңып шығамыз. Не дейді мынау? Сен мына қасқыр жалмаған сарлықты төле. Айттым ғой, су түбіне жіберем деп. Жіберем. Сол жыртық қосқа зар болып қалма тегі. Жағыпар бастығынан ештеңе шықпайтын болған соң сөзді қысқартуға мәжбүр болды. Сен біздің жылқышыларды көрдің бе деді меңгеруші сәлден кейін. Соғымға кетіп бара жатыр едім. Жоқ, көрген емеспін. Сен не көресің? Алдыңдағы сарлықты да көрмей қасқырға жегіздің. Төлейсіңдер, төлеттірем. Мен мұны қоймаймын. Ферма меңгерушісі өз бетімен сапарын жалғастырып, екі бақташы да шаруаларын тындыруға асыққан. Алыстан анда-санда қорсылдаған сарлықтардың дыбысы талып жетеді. Ауа райы суық болғанмен бір түрлі тымық. Осыны пайдаланған Жағыпар шашыла түсіп жайылып жүрген малдарын бір жерге жинап, қосқа қарай жақындата берді. 3 күннен соң ауылға 2 аптаға демалысқа кеткен Асан қайтып оралды. Ол да мұнда болған жағдайды ауыл орталығындағы өсек төбенің үстінен естіген екен. Жәке, жағдайыңыз қиын. Ферма меңгерушісі сені орнынан алсын деп бастыққа докладной жазып берді. Сен істесең мен істемеймін депті. Шамасы өзінің көрші колхоздан көшіп келген ағасын орналастырмақшы. Өстіп өсек төбең шулап жүр. Тағы да бір әңгімелері бар деп, Асан сөзінің аяғын жұтып қойды. Ол нендей әңгіме деп, Жағыпар да елең етті. Кім біледі, әйтеуір өтірік па, шын ба? Сол баяғы атағы жер жарған өсек төбеден естідім. Біреу қатты ух десе де сол жерге жетпей қоймайды. Қайран ескерткіш-ай, сол жерге қор болған. Соғыста құрбан болған небір есіл-ерлердің ескерткішінің қасында неше алуан өсекті соғамыз-ау. Өлгендерге деген ілтипатымызды да жоғалтып алдық қой тіпті. Сенің әлгі доғдыр досың Жарас ше? Оған не болыпты? Ештеңе болған жоқ. Ауырғанын жасырған арам өледі дегендей жасырмай-ақ айта берейін. Сол досың жеңгемізге барады деген лақап тарап жүр. Жел соқпаса шөп басы қимылдай ма? Сен не деп оттап кеттің, есің дұрыс па? Жарасың не, жеңгең не деп, Жағыпар күтпеген әңгімеден ыңғайсызданып қалды. Дәл солай дейді. Оны естіген құлақта жазық жоқ шығар. Тәйтәрмен, жұрттың өсегіне ермей жайыңа жүр. Жарас ондай жігіт емес. Әйеліме де тіліңді тигізбе. Балаларым бар, соларды сағындым деп, Жағыпар аз кем ойланып қалды да, сөзін әрмен жалғастырды. Жастайымыздан бірге өсіп, біте қайнаған соң қалжыңдаса береміз. Бірақ көре алмаған ел неше түрлін ойлап табады ғой. Қысқа түн батуға шамалы уақыт қалғанда, Жағыпар атына қонып, 2 апталық демалысын өткізуге ауылға қарай бет алды. Жәке деген дауысқа жалт қараса, көмекші жігіт екен. Сойылды ұмытпа, сойылды, қасқыр соғамыз. Қысқа таяған уақыттың күні қысқа, түні ызғарлы болатынын талай жылдар мал соңында жүрген Жағыпар 5 саусағындай білетін. Осы жолы да аяғына қалың сұр пимасын киіп, үстіне ешкі терісінен тігілген дәу күпісін ілген. Қостан ауылға дейін суыт жүрген адамға 3-4 сағаттық жер. Бірақ алдынан ызғар соғып, Жағыпардың көсіле жортуына мүмкіндік бермеді. Шалқайып туған айға жанарын сүзді. Бұрынғылар айтушы еді, мұндайда қыс қатты болады деп. Кім біледі, алда не күтіп тұрғанын. Талай қысты көрдік қой, мұны да соңымызға салармыз. Су шағып жатқан уақыттай десеңші. Бақташы таяғын кеше ғана ұстаған сияқты едім. Енді міне, өзімде біреуге ақыл үйрететіндей жасқа келіппін деді ішінен. Көкдөнен жол үстімен еңіске қарай ызғытып келеді. Уақыт өткен сайын
Жағыпардың денесі түн салқынына үйрене бастады. Өзіне бес саусағындай таныс жоталар, белдер, жолдар, қырқалар бірте-бірте соңында қалып барады. Міне мынау ойым. Мұнда да әлденеше шопан қыстағы бар. Колхоз ірі қарамалды бұл жерге жолатпайды. Мұндағы себебі қой отын жеп тауысып қояды дейді. Онысы раста шығар. Болат тұяғы сарлық пен жылқыға не шыдасын? Бір аптаның ішінде аяқ жердің қара қыртысын қопарып тастасын. Кенет Жағыпардың есіне Асанның түс әлетінде айтқан сөздер оралды. Жүрегі өрекпіп, шалқып келе жатқан көңіліне еріксіз бір ызғар кіргендей болды. Жоқ, олай болу мүмкін емес. Бәрі де жала, өтірік деп айқайлағысы келді. Бойын лезде ашу өрті шарпып өтті. Бірақ өз көз жетпегесін жұрт сөзіне сенгісі келмеді. Жан досым деп жүрген жарасты әлгіндей жамандыққа тіптен қиғысы келмейді. Ой, осы елдің сөзін қойшы. Түйме дейді түйедей ететін қызыл тілдер қаншама. Сол 30 тістен шыққан жай ғана дақпырт шығар деп Жағыпар Асан сөздеріне көп мән бермей қайтадан күндегі жайдары қалпына келген. Міне салт аттының соңында Жігітай қырқасы да қалып бара жатты. Осы өлкенің биік жотасынан бастап беліндегі бетегесіне дейін Жағыпарға таныс еді. Осыдан былай ауылға жеткенше мыйдай жазық. Анда-санда түн тыныштығын тілгілеген машина гүрілінен басқа дыбыс естілмейді. Көкдөнен де жазыққа тұяғы тиісімен бәйгеге қосқан сәйгүліктей ақтай келіп. Жағыпар атының құйындай аққанында бір сәт риза